Сәлем баршаларыңызға. Бүгін қаттама нанның ерекше рецептімен бөлісемін. Қаттама нандарымыз қатпарлы, күтірлік, жұмсақ, слой-слой болып шығады, әрі өте дәмді болады. Ол үшін ең алдымен ұн мен разрыхительді алдын ала араластырып аласыздар. Жылы су мен тұзымызды араластырып, барлығын біріктіріп, жұмсақ қамыр илеп, жарты сағатқа бетін пакетпен жауып қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін дайын болған қамырымызды төртке бөліп, зуала етіп, тағы 15 минутқа бетін пакетпен жауып қойып қоясыздар. Ұн мен крахмалды араластырып аламыз. Ұрпағына осылай қамырды жоқа етіп жайып шығасыздар. Сармайды алдын ала газға ертіп алып, бетіне жұқалап жағып, видеодағы реттікпен орап шықсаңыздар, қаттама нандарыңыз көтеріліп, қатпарлы болып шығады. Орап алғаннан кейін холодильникке бетін пакетпен жауып 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттан кейін видеодағыдай етіп жайып шығасыздар. Қызып тұрған тапаға кішкене сұйық құйып, қаттама нандарымызды осылай пісіріп шығамыз. Қайта-қайта аударып отырсаңыздар, бір келкі әдемі болып піседі. Қаттама нандарымыз көтеріліп, қатпарлы болып піседі. Сонымен қаттама нанымыз дайын болды. Ас болсын рецепт ұнап, видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, парақшама тіркеліп кетіңіздер.